Ассаламалейкум достар. Бүгін енді көптен күткен Алматы базарына келдік. Яғни Барыс авто базары. Кезінде дүрлеп тұрған базар енді. Жайлап баяғыдай емес, сонда да көліктер сатылып жатыр мұнда. Бұрын енді ona сыртына дейін шығып кетеді көліктер. Сататын, оны білетіндер бар шығар. Бұйыртса енді екі контент шығады достар. Арзан жағын түсіреміз барып бірінші. Бұл жақта енді екі бөлініп тұрады. 3 миллионға дейін көліктердің бағасын, сосын одан кейін қымбат жағын түсіреміз. Екі контент шығады достар. Ал кеттік бағасын. Европейка. Витай, Европейка. Ассаламағалейкум. Уалейкум салам. Қанша отыр? Қанша отыр? 5-те 9 сұрап жатырмын. 5-те 9 жыл қандай? 2005. 2005. 2-4 қой да? 2-4. Европейс 5-9 сұрап тұрмыз. Камри 50, 2013. Бағасы договорный сияқты ғой. Менің Sony Action камерамды басқа қалаға жіберіп келіп болып жатыр. Оған маған көмектесетін SDEC Express компаниясы, яғни бұл жылдан басқа қалаға жеткізу посылка компаниясы, яғни бұл жақтан коробка сатып алу арқылы жеткізуге болады. Бұл жақта 3 түрлі коробка, S, M, L дейді. Бізге қазір S коробкасы дәл келіп тұр екен. Камерамызды салып, бос орындарды өздері толтырып жүрді, енді жұмсақ нәрселермен әрине. Дәл келіп тұр, толтырып барлығын. Одан бөлек қала ішінде жіберуге болады. Хат болсын, басқадай болсын, сыйлықтар болсын, қаланың ішінде де жіберу қызметі бар. Баршаңызды SDEC компаниясын қолдануға шақырамын. Төмендегі менің сілтемем арқылы өтіп, өз сәлемдемеңізді жолдасаңыздар болады. Мына камераға қанша сатты екен? Қанша айттыңыз? 6-7. 6-7? Япошка дейді ғой. Кожаный салон. Алты миллион 700, 2007 дейді. Бізде приблизительно бағалар сол 5 миллионға дейін барып тұр ғой да қазір. Сол 5 миллион. Біраз айырмашылық бар енді Камриден. Камридің отаны енді ойлаймын Маңғыстау деп. Өйткені көп бағалайды. Мынау 2011 45 қой. Так, Европа дейді. Европейс 7 миллион 500 саптарына 45-тікті. 2011 2-4 қозғалтқыш мынау. Бля, 2-5 бір маған. Тұрғанда жақсы болатын еді. 2011-лерге де 2-4 қойылыпты ғой, Мен 2011-лерде барлығы 2005 шығарды. 2005 шығарды жүрмін ғой. Lexus. Үштік дейді мынау. 2002 5 миллион 800 сұрап тұр. Мұзда еще пойызда дауысымыз шықпай қалған, енді дауысым шықпай жатса енді ренжімеңдер. 2003 литр дейді. 7 миллион 500 бағасы. Limited комплектация. Хайландер. V6 7 миллион 200 дей ме? 2002 3 литр автомат. 6 миллион 100 дейді. 6 тұр. Işte авто. Yes, 6 миллион 100. Салон. Yes, 300 штук объем. Да, мынау да жақсы машина негізі бензада. Кең 2013 дейді мынау. 9 миллион 700 дейді бағасы. 88 500 жүрген екен. Телефон нөмірі көрінген шығар да. Бар енді бампер. Сырылған, қырылған деген сияқты. Мынау тұрған сияқты мына бенза. Е комплектация. Жаңа арзан баға болды ғой, мынау қымбаттау бағада сәл. Арзан бағаны көру үшін жоғарыға өтіп көресіңдер. Арзан бағанда түсірдік. Енді мына бағаны көрсетіп отырмыз. Кішкене серьезный деген сияқты ғой. 5 миллион 200 2003 дейді. 2-4 автомат. Европейка кім?
Паджеро 2007-2008-де алынған дейді ғой да. 8 миллион 500 3 литр автомат. Осының сывап жасалған түрін бір видеода көрсеткен болатын да, 4-тік қойған. 3-тікті алып тастап. $6800 год? А, 45-й, да, мынау? Да, 45-ка, да. Еще не дописал. А, не написал, да? Номер напиши. Алло. Қырық бес. Моторлар. Казаки не? Это, брат, химия помыли, видел, краска снизу. Химия жуғасын ба? Смотри, видишь, краска. А так машина вообще ни разу не Левите дейсің. Ақтауда өткенде кабан көрдік қой. Сол кабан неше сұрап тұрды? Есінде шығып қойды. Мына жақта 6 миллион сұрап тұрды. Дәл сондай кабан. Объем 5-тік. RX 300 дейді, 2001 дейді, коробка, автомат 3 литр дейді. Бағасы 5 миллион 100 дейді. 2001 екен ғой, бәсен неге 5 миллион сұрап тұр десем. 2005-2006-лар олар енді кішкене қымбаттау да. Мұның өзі қымбат негізінде 5 миллион. 2001-ге. Мына жақта да сонда 2001 жылға тұр. Тек телефон нөмір көрсетілген. 6 миллион дейді, 2003. Lexus RX-тер осындай сұрап тұр бағасын. 2001 3-тік объем 5-9. 5 миллион 900. Lexus ES 300 дейді. 6 миллион 100, 2002. Не мотор? Hyundai Avante дейді. Корейский. 2021. 11 миллион 500 дейді. 1.6 турбо. Біздің ел антыран, е. 2020 1.5 турбо. 11 миллион 800 дейді ғой бағасы. 2020 ғой. 8 миллион 200 дейді. Chevrolet Malibu. 1.5 турбо. Надо Hyundai тұрды, нәқті Корея тоже. Hyundai Sonata ғой мынау. 2019. Неге 2021 деп қойды? Автомат 9 миллион 500. 2 литр қозғалтқыш. Газ емес па? Бензин дейді мынау. Газ емес. Кореядан әкеліп осы қойды ау дейме жігіттер. Бәрі корейский ашында. Онда Корея 2019 10 миллион 300 дейді. Копият дейді тұрған ақта. Копият Корея 2019 9 миллион 900 бағасы. 2 литр қозғалтқыш. Газ. Mercedes 220 S350 6 миллион бағасы. 2005 дейді ғой. Long 17-ші реген. RX-тер Lexus 2005 қанша екен? 8 миллион 500 сұрап тұр. Айттым ғой жаңа 2001 андай сұрап тұр. 8 миллион 500 сұрап тұр. Мен ойымша да RX-тер кішкене тарлау сияқты. Басқа заттарға қарағанда. Кросстарға қарағанда да. Енді мен ойымша ма білмеймін, комментария қалдырыңдаршы. Так, Lexus LX 470 8 миллион 700 дейді бағасы. 2007 жылға 4-7 қозғалтқыш. Lexus ES 300 дейді. 2002 5 миллион 500. $5 миллион 500 дей ме? Е-майыз. Елілік Camry тұр екен, е. Қарайға? Елілік Camry. R4 комплектация. Полный, да? Бағасы қанша отыр батына? 7-9. Объем 2.5 қой да? 2.7-9. R4 комплектация. Осы Mercedes баяғыдан айтып едім маған. 2010.
Benz S500 117 мың жүрген екен, 10 миллион 600. Достар, енді барынша көрсеттік. Былай жүрдік, анағын түсірдік, арзан көліктерді. Яқта енді барынша нормальный көліктердің бағасын білгендейміз. Осымен түсірімді аяқтайға жобамен білдіңдер, бағасы қандай болып жатыр деген сияқты Алматының да. Келесі кездескенше сау болыңыздар.